Бүгін міне біздер үшін көптен бір күткен күн туды. Өте жақсы, қуанышты күн. Себебі біз бүгін коронавирус инфекциясының соңғы пациентін шығарып салудамыз. Осы күнге дейін міне наурыз айының 27-сінен бері басталған осы коронавируспен күресіп келе жатқан инфекция бөлімінің әріптестеріме өте үлкен рахмет айтамын. Біріншіден мен өзімнің ұжымдастарыма өте үлкен алғыс айтамын. Реанимация бөлімінің еңбегі өте зор. Кеше ғана осы бізде Бақытжан Ырысович Қойбеков марапатталды шапағат медалімен президенттен. Бұл біздер үшін өте үлкен қуанышты жағдай болды. Поликлиникадан келіп көмекке келген дәрігерлер бар, олар Зинал Айнұр, осы аурудың басынан бері келе жатқан Әсем Әділжановна, Орыспаев Асхат Сандыбаевич, өзіміздің инфекционист дәрігер Қасымова Венера Андреевна сияқты дәрігерлермен бәріміз бірігіп осы жерде жұмыс жасадық. Реанимация бөлімінде жасаған, басынан жасаған жігіттер это Маулен Базаралиевич, Бақытжан Ырысович, Асхат Маратович сияқты жігіттерге мен өте үлкен басымды иіп рахмет айтамын. Енді барлығымызға оңай болған жоқ. Бір қиын қыстау кезде қиындықтан аман-есен пациенттерімізді жазылдырып шықтық. Ең бірінші енді Гүлбан Аманжоловна ғой бізді Ақтауға келген кезде ең бірінші ұстаз, ең бірінші жұмысқа үйретіп, жұмысты көрсетіп табыстырған. Енді ол кісінің сөзін жерге қалдыра алмадық. Бізді қолдаған директорымызға Құсмағанбетов Елдеш Сахановичқа көп-көп рахмет. Осындай елге, халыққа туған қиын қыстау кезде бізді жіберіп, үлкен тәжірибе алып, енді бәрімізге оңай болған жоқ, қиын болды. Жазылған пациенттерді көрген кезде жүрегім елжірейді. Пациенттер деген бір күн, 2 күн, 3 күн жатып, шығып кетпейді. Айлап, 2 ай, 3 ай жатқан пациенттер болды бізде. Бауыр басып сол пациенттерге жазылып шыққан кезде жүрегім бір елжіреп, жылағым келіп, жылаған кездер де болды, қуанған кездер де болды. Оның жасырып қажеті жоқ. Бүгінгі Маңғыстау халқы үшін өте бір керемет күн болды. Өйткені біз бүгін облыстық инфекция орталығы коронавируспен соңғы науқасты шығарып салып, бүгін міне жауып, аурухананы жауып жатырмыз. Небір ауыр күндер артта қалды. Енді алдымызда ешқашан бұндай аты жаман індет біздің өлкеге келмесе екен деп тілеймін. Халқымыз аман, жұртымыз тыныш болса екен. Қытай бұрын Гүлбан Аманжоловнадан шақыртып алдым. Инфекциялық бөлімге коронавирус індеті келіп көмектесіңіздер деген. 4 ай өте тез өтіп кетті. Небір ауыр күндер де болды. Әсіресе науқастар қайтыс болып жатқан кезде, өмірден өтіп жатқан кезде өте қиын, ауыр тиді. Күн-түн демей, осы инфекциядан шықпай 24 сағат бойы көмек көрсеттік. Емдеп шыққан науқастар да өте көп болды, әрине. Алғыс білдірген науқастар да бар. Науқастардың алғысын естігенде өте бір ерекше сезім, әрине әрбір дәрігердің біледі ол жағдайды. Ал науқас қайтыс болған кезде, конечно, жылаған кездер де болды, туыстармен бірге жылаған кездер де болды. Осы 4 айда артта қалғанына өте қуаныштымын.